Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен жанды және жансыз табиғат туралы өтетін боламыз. Балалар, экрандағы суретке назар аударатын болсақ, әртүрлі қоршаған орта бейнеленуде. Яғни біз бүгін табиғат туралы толығырақ білетін боламыз. Ең алдымен табиғат дегеніміз не? Бізді қоршаған орта, жан-жануарлар мен өсімдіктер, жер мен ай, күн мен алыстағы жұлдыздар, осылардың барлығы да табиғат деген ауқымды ұғымды білдіреді. Ендігі кезекте балалар, табиғат екі түрге бөлінеді: жанды табиғат және жансыз табиғат. Жанды табиғатқа тіршілік ететіндердің, өсіп-өнетіндердің барлығы жатады. Яғни, жанды табиғат өседі, тыныс алады, қоректенеді. Оларға жан-жануарлар, сүтқоректілер, балықтар, ағаштар, өсімдіктер және біз адамдар жатады. Ал жансыз табиғат өспейді, тыныс алмайды және қоректенбейді. Оларға ауа, күн, ай, жұлдыз, тау жатады. Балалар, жансыз табиғатты жанды табиғаттың тірегі деп атайды. Кез келген тіршілік иесі ауасыз, тамақсыз, күнсіз өмір сүре алмайды екен. Міне балалар, біз жанды және жансыз табиғат туралы білдік.